Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен банофи пай пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Арнайы мастер-класстан үйренгенмін, сондықтан да рецептіне еш күмәнсіз жасай беріңіздер. Өзім тапсырысқа қабылдап жүрген микс пирогтың құрамындағы банофи пай пирогы. Дәмі өте нәзік, ауызда еритін пирог, жасап көріңіздер. Менің YouTube арнамда күн сайын жаңа рецепттер тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Енді пирогымыздың песочный тестасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм құмшекер және бір жұмыртқа керек. Екеуін жақсылап араластырып қоямыз. Енді 300 грамм ұнымызға 6 грамм разрыхитель саламыз. Морозильникте тұрған 150 грамм сары майымызды терканың көмегімен өткізіп аламыз. Бөлме температурасында немесе холодильникте тұрған сары май жарамайды. Тек қана морозильниктен алып қолданамыз. Теркадан өткізілген сары майымызды ұнмен жақсылап араластырып, крошка дайындаймыз. Құрғақ массамыздың үстіне сұйық массамызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Иленген тестамызды жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Менде 22 дециметрлі форма, ал егерде сізде 28-26 дециметрлі болатын болса, тестаның барлығын қолданыңыздар. Менің формам 22 дециметрлі болғандықтан 300-300 граммнан қамырды екіге бөліп алдым. Қалған қамырымызды холодильникте 3 күн, морозильникте 3 айға сақтауға болады. Оның көмегімен қамырымызды жайып, формочкамызға орналастырамыз. Формамызға пергамент қағазын домалақ етіп кесіп алып, үстіне қоямыз. Пісу барысында тестамыз көтеріліп кетпес үшін осындай үстіне аса қатты күйіп кетпейтін дәндерді қойып, қызып тұрған 180 градус печкамызда 20-25 минут пісіріп аламыз. Ал енді пирогымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм творожный сыр, 250 грамм сливки және 50 грамм сахарный пудра керек.
Жақсылап крем болғанша миксерлеп аламыз. Дайын болған кремімізді осындай арнайы кондитерлік мешокқа салып дайындап қоямыз. Піскен пирогымызды суытып алып, одан кейін үстіндегі осындай дәндерімізді жинап алып, пергамент қағазын алып, пирогымызды салмасын салуға дайындаймыз. Банофи пай пирогымызға осындай 2 үлкен банан керек. Көлемін жарты сантиметр етіп кесіп аламыз. Ал енді пирогымызға осындай варенка қолданамыз. Варенка сапалы болу керек. 200 грамм варенкамызды пирогымыздың бетіне бір келке етіп, қасықтың көмегімен жағып шығамыз. Варенкамызды жағып болған соң, бананымызды тізіп, орналастырып шығамыз. Бананымызды орналастырып болған соң, үстіне осы видеода көріп тұрғандарыңыздай кремімізді құйып шығамыз. Видеоны толық соңына дейін қарап шығыңыздар. Мен бұл пирогты арнайы мастер-класстардан үйренгенмін. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Бетіне артық крем қолданбаймыз. Осы крем жеткілікті. Енді әдемілік үшін бетіне какао сеуіп шығамыз. Дайын болған пирогымызды кеспес бұрын 1-2 сағат холодильникке қоямыз.